достар, бұл соның жалғасы. Олар айтады, не бұның көтін айырмайсың, не бұның былай теуіп, көзін көгертіп бүйтпейсің дейді. Потом мен айтам, әпке, енді мен оны ұрайын дедім, бірақ ол маған мүмкіндік бермеді. Өйткені ол былай ағай деп бақырды. Потом бақырғаннан кейін не еді? Бақырды да маған айтты. Не істеді? Ойбай. Ағай деп шақырды, потом маған мүмкіндік бермеді. Ұрайын десем, қашып кете береді, жүгіріп қашып кете береді. Мен ол кезде жүгіргім келмеді, потому что шаршап тұрдым, өйткені мен дышын ұнатпаймын ғой мен. Потом шаршап тұрдым, потом оны жүгірмей өзі келетін шығар дедім. Потом ол өзі келді, потом мен ұрдым, ұрмады мені, қашып кете береді ғой. Потом мен тұрдым да, былай тістей салдым. Потом, короче, сөйттім дедім. Потом мейлі деді. Достар, бұл мейлі ғой, бұл ана жолы ғой. Бұны әпкем бүгін сұрап тұр ғой. Мен бүгін сабаққа бардым келсем. Еще достарыммен, сіңлісімен тағы да. Достар, мына жерде мен мамам қарап тұрды. Көріп қалған шығарсыздар. Мен көріп қойдым да, мамама бардым. Күлкім келіп тұр ше. Енді сіздерге жалғастырайын. Бүгін әпкем сұрады сол туралы. Короче, бізде мектепке жақындап қалған кезде әпкем айтады ғой былай. Короче, анау Еркеназ ба бір бәлеме деген қыз. Достар, мен тез айтуым керек. Короче, мектепке жақын қалған кезде мамам айтты енді. Мына жақты смайликпен істеп қойым, өткен мамам көмесе түспейді. Потом мен сұрайды, потом сөйтіп, короче, английский өтеміз. Достар, мен сіздерге айтайын. Достар, аяқтауым керек, өткен мен қазір мама менің аккаунтымды көру үшін, короче, ссылкасын жіберем. Күтіңіздер. Енді бұл осылай болды енді. Мына жақты смайлик қойым керек.